Қазақ әдебиетінің аспанында жарық жұлдыздай жанған Ильяс Жансүгіровтің шоқтығы биік туындысы «Құлагер». Бұл тек сәйгүлік туралы емес, бұл өнер, намыс және еркіндік туралы жыр. Арқаның ақиқақны ақан серінің жанына серік болған жалғызы құлагер еді. Құлагер жүйріктің жүйрігі, желмен жарысқан даланың еркесі. Сағынайдың асында бүкіл қазақ даласы жиналды. Бұл үлкен бәйге, үлкен сын еді. Көкшетаудың баурайы аттардың дүбірінен сілкінді. Мыңдаған жүйрік сап түзеді. Ақан серінің үміті де, сенімі де тек құлагерде. Ол алда, ол бәрінен оқ бойы озық. Бірақ көре алмаушылық пен қастандық тасада тығылып түреді. Батыраш деген зұлымның іші тарлығы аттың аяғына тұзақ, ажалына себеп болды. Кенет сұмдық оқиға орын алды. Даланың еркесі жер құшты. Ақан серінің зары Көкшетаудың тастарын жылатты. Құлагерім деп аңырады ақын. Өнердің қанаты қиылды, тұлпардың тияғы тоқтады. Ильяс Жансүгіров осы трагедия арқылы өнерпаздың тағдырын суреттеді. Ақанның қасіреті бүкіл халықтың қасіретіне айналды. Құлагер тек ат емес, ол қиянатқа шыдамаған еркін рухтың символы. Поэманың әр жолы жүректі тілетін мұң мен сағыныш. Ильяс бұл шығармасымен өзінің де қасіретті тағдырын болжағандай еді. Бірақ шын жүйрік уақыттан озып кетеді. Құлагер жыры ешқашан өлмейді. Бүгін құлагер біздің рухымыздың бойтұмары. Ильястың жыры, Ақанның зары, құлагердің шабысы мәңгілік мұрамыз.